Қазақта сөз бар, ас адамның арқауы дейді. Сау адамға дейді тамақ, дәрі дейді. Ауру адамға ол у дейді. Көбірек сауап жинау үшін, көбірек жақсы амалдар істеу үшін дүниелік Алла Тағала берген уақытты, тамақты, басқасын бәрін тиімді пайдалануымыз керек те. Алла Тағала енді алламал инсан ма лам я'лам дейді ғой. Алла Тағала бәрін үйретіп жатыр ғой. Соңғы ғылымның тірелген жері общепит дейді ғой, жаңағы тамақтанудағы үш нәрсеге тіреледі те. Бірінші жаңағы қарның ашпай ештеңе жеме. Екінші аз же. Үшінші үйлесімді нәрсе же дейді. Бұл жаңағы шариғатқа қайшы емес. Енді қазіргі бүкіл халықта, оның ішінде бауырларда да бар нәрсе, біз көп тамақ жейміз. Негізінде адам баласы қалыпты жағдайын сақтау үшін хадистердегі бірнеше кусок жетеді. Мысалы үшін бір күнгі нормаға 2-3 құрма, бір кусок нан немесе су жетеді негізінде. Осы нәрсе толығымен қорытылса, бізге құлшылыққа да, жақсы бір амалдар істеуге де, ғылымға да бәріне энергиямыз жетеді. Бірақ біз көп ішеміз тамақты. Ол нормаға айналып кеткен. Да ладно, лучше вспомни про еду. Да ради такой еды и подохнуть не жалко. Это образно. Да нет, про подохнуть в самую точку. Бұрынғы кезде завтрак деген мүлдем болмағанда, түскі тамақ, кешкі тамақ. Түскі тамақ ішсе кешкі іспейтін болған, кешкі тамақ ішсе түскі ішпейтін болған. Ол жаңа жоқшылықтан неден емес, тамаққа біріншіден көп уақыт кетеді, екіншіден жаңағы зияны келеді. Қалай зияны келеді? Артық тамақ қайда барады? Артық тамақ жиналады немесе сыртқа шыға береді. Адамның ағзасы екі түрге бөлінеді. Енді біреу жинауш, артық тамақты жинайсыздар сіздер. Біреуі тезірек өткізіп жібереді. Мысалы үшін сіздің жеке кәсіпорныңыз болсын, сол жерде бір күнделікті товарлар келеді. Сізде мысалы үшін 10 күрішігіңіз бар, иә? Сізге күнде мысалы үшін бір ғана газель келсе, 5-еуі оны түсіріп қояды да, қалғандары басқа жұмыстарды бітіреді, немесе жөндейді. Ал егер күнде сізге 3 КАМАЗ келетін болса, 3 длинномер КАМАЗ, сіздің күштеріңіз үлгермейді. Үлгермеген не істейді? Сапасыз істей бастайды. Немесе жаңағы былай лақтырып жібереді. Сізге артық тамақ келген кезде сіздің организміңіз оны сыртқа тезірек шығара береді, туалетке көп отырасыз, немесе жинайды. Осыдан бастап сізде болашақ ауру пайда бола бастайды. Кішкене сіз салмақ қоссаңыз 1 килограмм, сіз бірнеше ауру басталды дегеніңіз. Аш ішіп ауырғанша аш болып сау бол дейді де, күнде бір-ақ рет тамақ ішсек, немесе тамақ жемей қойсақ, ағзамыз өзін-өзі емдеуге басталады екен. Егер де мысалы сіз тамақты таңертеңнен бастап тоқтатсаңыз, 16 сағаттан кейін емделу басталады. Организмде Алла Тағала өз басынан қойып қойған программа бар екен де, асқазан өзін емдей бастайды, бауыр өзін емдей бастайды, жүрек өзін емдей бастайды. Қай жеріңіз ауырады, сол өзін емдей бастайды. Ұдайы тамақ келіп тұрса, ол механизм бар сіздің ішіңізде, бірақ жұмыс істемейді. Ол жұмыс істеу үшін тамақ түспей қою керек те. Егер бұл ауру адамдарға болса, қазір сау адам жоқ. Егер бәріміз тексеріп шықса, міндетті түрде біздің ішкі құрылысымызда бір жерлеріміз ауырады. Астанада опыт жасайды. Онда жаңа бірнеше адамдарды алады, оразаға дейін қанын тексереді, бәрінің ішінде холестериндерін, уларын, ниаттарын әртүрлі ауру тексереді. Кейін жаңағы оразаның ортасында бір тексереді, күшейген жаңағы улары, инфекциялар барлығы. Оразаның аяғында тексерсе, баланың қаны сияқты тазарған дейді. Өйткені ораза тазартады. Бірақ 3 адамның сухарын ішіп, 5 адамның ифтарын жейміз. Көп жейміз да, содан жаңағы ана неміз бәрі күйіп кетеді. Егер де біз кешке дейін ораза ұстап, оразадан кейін кішкене ғана тамақ жесек, аз ғана тамақ жесек, Алла Тағала бізді емдеп қояды екен де. Енді әрине былай өмір сүре бергеннен ол білінбейді. Анадет деген бұл методиканың мақсаты, диетаның бәрінде былай айтады ғой, сен 100 калория жесең, соны жақ деп. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде сен жаңағы май жеме, нан жеме, ет жеме демейді, бәрін жей бер. Бірақ сен соның қорытылуына мүмкіндік бер. Рациональный питание деген, яғни мысалы үшін кешкісін сені қонаққа шақырдым бәрімізді, біз кешке дейін тамақ жемей жүру. Ішті дайындап, кейін барып қалаған нәрсемізді жеп аламыз, тойып алсақ та, бірақ ертеңінде оған мүмкіндік беру, қорытылуына. Мына регулярный деген нәрсе, ол кейіннен ойдан шыққан нәрседе, 3 уақыт, 5 уақыт деген нәрселердің барлығы. Тамақ деген бизнес қой, жасалғанның оны сатылу керек, жеу керек адам, оның бәрін жей беру керек деген сөз шықпайды да. Бірақ біз артық жеп жатырмыз, керектен артық жеп жатырмыз. Адам өзін толғанын білмей қалады. Мысалы, қалыпты жағдай, қазіргі жағдайда адам. Кішкене толды, кішкене деген мынандай болып шыға келді. Мына адам мысалы үшін тахаджудқа тұра ала ма? Мына адам мысалы 2 сағат қозғалмай Құран оқуына қиын. Бұл адам жаңағы бір сауапсыз кеттік деген кезде орнынан жүгіріп кете алмайды ғой. Қиналады. Жалқаулы ұйқыдан тұру да қиын болады да. Тікелей әсері бар да. Осыған бірте-бірте жеткізді, жеттік. Яғни бізде мынандай, мысалы темекі тартып тұрса біреу айтса, мынау зиян деп айтамыз ғой. Сенімдіміз. Енді кішкене бір тамақ көп жеп жатса, ол да тура сондай зиян. Сен байқадың ба, сразу айтылу керек, көп тамақ жеу өте зиянды. Өйткені оның сен жаға алмайсың, оны қолдана алмайсың, оның бәрі жиналады. Енді бір сұрақ туы мүмкін. Арық адам да көп тамақ жеп жатыр қазір. Қазір біздің мына сіздердің енді рациондарыңыз күнделікті өздеріңіз жеп жүрген. Ол мүлдем көп, сізге де. Арық адам осы оны жіберіп жатыр. Унитазға жұмыс істеп жатырмыз. Чайға уақыт кетті, тамаққа уақыт кетті, барлығы кетіп жатыр. Сіз сонда зарплатаңыздың бір 30%-ін унитазға жіберіп жатырсыз. Сіз әйеліңізге барып айтыңыз.
кешке суға күріш пісіріп қой деп, немесе жаңағы макаронды. Сол кезде сіз келесіз де, шынымен де сіз аш болсаңыз, сіз жейсіз оны. Жегенде де көп жемейсіз. Әрине әйеліңіз оны поджаркісімен, әдемілеп, жаңағы кетчупымен, бүйтіп, несімен, етімен қойып қойған кезде сіз дәм үшін жейсіз. Қазір біз бәріміз егіз тоқ адамдармыз. Бірақ біз ләззат үшін жеп жатырмыз да. Соны мұсылман адам сезіну керек. Сосын біздің организміміз қалыптасып қалғанда өтірік қарын ашады. Егер біз қазір осы бәріміз жемей қойсақ тамақ, ішімізде, шегімізде 2 күнге жететін тамақ бар. Осы нәрсені түсіну керек те, түсінікті көзқарас өзгерту керек. 2 күн қозғалмай аш жүре аласың. Біз егер де жемей қойсақ бір күн тамақ, 16 сағаттан кейін организм өзін-өзі емдей бастайды. Бұл керемет қой. Ақша жұмсамайсыз, больницаға уақыт жібермейсіз, ешқандай жаңа антибиотик кіргізбейсің. Алла тағала өз басын сақ қойған доғдырлар тек көмектеседі. Немесе инфекцияны тоқтатады, немесе жаңағы сізге қуаттандырады. Тамақтың өз организмге түскен кезде ол оңай шаруа емес те, оны организм бөлу керек, мидан команда келеді. Негізі қарны аш кезде адамның энергияның барлық 90%, 100% мида тұрады. Кейін тамақ ішкен кезде асқазанға түседі. Сондықтан жаңағы ғалымдар кеңес береді, экзаменге, имтиханға барарда немесе бір нәрсені оқыған кезде ашып бару керек, жұмысқа да ашып бару керек дейді. Сонда сен жұмысты сапалы түрде орындайсың. Жаңағы идеялар келеді басқа. Астан түскеннен кейін ол мидан команда келеді, оны анда бөл, мында бөл, тамақтың өзі біріншіден тұрады ғой, жаңа белогы бар, майы бар, липиді, оның бәрін бөлу керек, үлкен жұмыста ол. Ұйқы безінің бәленбай сөл бөліну керек, жарты килограмм тамаққа. 5 литрден 10 литрге дейін сөл бөліну керек дейді. Яғни өтім бітіп қалды деп жатады ғой. Соны анау ол кәдімгідей күшпен. Енді завод қой. Осы жұмыс істеп болғаннан кейін тағы да келіп қоясың, тастай саласың да үстіне. Бір кесе сүт где-то 10 сағат қорытылады. Бір кішкентай тамақ бір 16 сағатқа дейін барады. Енді сіз ол үлгермей жатып, оның үстіне тағы тастай саласыз ғой. Үлгермей жатып тағы тастай саласыз. Не бұрынғыдай атмен жауып жаңа оны жақпайсыз. Сонымен оның үстіне түсе бергеннен кейін компьютер зависать етіп қалады ғой. Одан кейін немесе жинайды оны, немесе ағызып жібереді. Мынандай түсінік бар ғой. Тамақ жеп алды, мен оны жигать етемін дейді. Фитнесқа барады, жаңа жүгіреді, футбол ойнайды, немесе кетіп тастадым дейді. Ол шешім емес. Неге? Өйткені мысалы үшін сен как будто үйді күнде шашып, күнде жинайсың да. Сөз бар ғой, тазалық жинаған жерде емес, шашпайтын жерде тазалық бар. Яғни сен күнде шашып үйді қайта жинап, аяғын шашып қайта. Ода сол секілді сен жеп аласың да артығынан көп. Оны жигать етем деп жаңағы. Сонымен әлексің. Уже жемей қой оны. Мысалы фитнесқа 2 сағат, пробкамен жарты сағат кетті. Мұсылман адам уақытын үнемдеу керек. Сен оны барып бәленбай жарты сағат жоға жібердің, кешінің занимайсың, жуындың, қайта келдің 2 сағат. Егер сен оны 1 сағат Құран оқитын болсаң, онда біраз жерге барады. Сондықтан да жаңағы ол жаңа 9-да шай ішуінің 12-де ол үлгермейді, асқазан ложный тревога береді. Мен босадым деп. Негізінде босаған жоқ. Жөнделу үшін сіз мүмкіндік бересіз, кешке дейін жемей қойыңыз. Немесе завтрак ішпеңіз, обед ішіңіз. Сонда жаңағы асқазан өзін-өзі реттеп үлгереді, тазалап. Мысалы кір жуатын машинка бар ғой. Соны постоянно кірмен жуады адамдар. Ол бос айландырып қойған, исраф сияқты көрінеді, бос айландырмайды. Негізі ол бір аптасына бір рет или 3 күнде бір рет бос айландырып өзін-өзі жуу керек те. Ал кірмен жуады да, ана жақта ар жағында кір тұрады да. Соны сынады. Әзір түсінік қой енді, бос айландырмау керек оны деген, кір дегенмен айландырамыз. Кірмен айландырады. Ол бір өзін-өзі бір рет жуу керек деп инструктор береді. Организм егер тамақ түспей қойса, ол өзін-өзі жаңа язва деген жоқ. Тамақ түспесе артық сөл бөлінбейді. Баяғыда бізден студент кезде үйретті ғой. Су болса да, сүт болса да ішіп ал, өйткені ана обед кезінде дың етіп сигнал береді, содан сөл бөлінеді, ана жерде ештеңе жоқ болғаннан кейін қиратып жібереді деген. Адам тамақсыз қазіргі ғылым бойынша бәленбай күн шыдай алады. Просто нәпсісі шыдай алмайды да. Мен ол бұрын студент кезден бұл тақырыпты жаңағы ертеп нетіп, бірақ практикасынан қорқатын едім да. Реальныйсында бөлек шығар деп. Bir күн тамақ ішпеймін, басым қарауыт кетіп. Олай емес екен. Бұл методика бойынша 5 күннен 25 күнге дейін лечение. Орташа десең 10 күн. Таңертеңнен басталды мысалы. 10 күн тамақ ішпейсіз, кешке су. Егер ораза ұстамасаңыз, су ішіп отырасыз, болды. Су ішіп жүресіз. Егер де ораза ұстасаңыз, жақсы болады, жеңілдеу болады. Ораза кезінде. Кешке дейін оразамын деп жүрсің де, кешке су ішесің. 2 күннің ішінде асқазаныңыз тап-таза болады, шегіңіз бәрі тап-таза болады, сыңғырлап тұрады. Бір оқиғаны айтып берейін. Бір жігіт мұсылман бауырымыз лестницадан түсіп жатқан, сол жерде біреуді көріп, диван көтерген, көмектесіп жүреді. Көмектесіп жүрген кезде ана кісі жасы бір 40-қа асқан жігіт қой. Кісі сөйтіп жаңа үйіне келген кезде арт жағынан қан кетіп, алып қалады. Шегі жыртылып кетті. Больницаға барса, врачтар айтады, кесу керек шегіңді дейді. Врачтар айтады, тамақ жеме 10 күндей дейді. Жаңағы жігіт 10 күн жан керек өліп қалмау үшін тамақ жемей қойды. Су ғана ішемін дейді. Енді әлсіреді, арыды. 10 күннен кейін барса, шегі барға әппақ дейді, жарған кезде. Тап-таза. Сөйтіп кескен, сосын кескеннен кейін тағы 10 күн жемеген, тағы 10 күн жемеген. Содан үшін тімин іше берген бұл. Кеп 1-2 айдан ба тексерсе, жібенің ізі жоқ дейді да, тіминнің несі ғой, алхамдулилlah. Бірақ ол сау адамға айтсаң, оны істемейді де. Зачем сонда соған жету керек па? Қиян деген кезде ғана. Бір мұсылман бауырым асқазанмен жұмыс істейтін. Өмір бақи жарған ғой. Асқазан жарған кезде де іші бықсып жатыр дейді. Адам көргісі дейді.
мына кухняның канализациясын көрдіңіздер ме? Ішінде былай тұрады ғой оны. Тура сондай сенің шегің. Неге? Өйткені үлгермейді де ол. Ол қорытылып үлгермейді, физически үлгермейді. Өйткені ғылымда ол жоқ дегенде бір 8 сағат керек. Сөйтіп жинала береді жан-жағы. Сосын сасиды. Сосын оған құрттар келеді, паразиттер келеді, осылай. Соның барлығы. А егер де сіз тамақ жемей қойған кезде 2 күннің ішінде мына қарныңыз бәрін, чегіңіз бәрін сығып, өзін жаңағы сөлдер бөліп аралап таза қылып. Шегіміз аппақ болса, міндетті түрде бетке шығады. Бетіміз де жақсы болады. Тіліміз қып-қызыл болады. Қазір любой тілін көрсе, жаңағы түйшіктер бар, аппақ. Ол жақсы емес, белгі. Тіл деген қып-қызыл болу керек те. 3-ші күні жаңа бауыр бүйрек, 4-ші күні егер сізде паразиттер инфекция болса, подкожный, олар жыбырлай бастайды. Ойламаған жерден жеріңіз қышиды, ана жеріңіз қышиды. Немесе грыжеңіз болса, ол жерге кетеді. Ревматизм болса, аяғыңыз сырқырайды. Қай жерде ауру бар, сол жер. Бірақ қандай умеренный ауырады да, бауырыңыз ауыру мүмкін, біреудің ұлтабары ауыру мүмкін, біреудің поджелудочный ауыру мүмкін. Бірақ емдейді организм өзін-өзі, түсінесіз бе? Сонда қараңыз, ақшаңыз шықпайды, уақытыңыз кетпейді бәлсаға деп, жұмыстан 5 дәрежені алмайсыз, шаруаны істей бересіз, емделе бересіз. Бірақ нәрсеге қиын, нәпсіге ғана қиын да. Енді осындай нәрсені, пайдалы нәрсені мұсылмандар істемегенде басқа кім істейді? Мен өзім практикамда да көрдім, өзімде істеп көрдім. Таңертең тұрған кезде миың шақылдап тұрады, намазға деген тастай болып тұрасың. Құран оқыған кезде сіңіріп алады, құлшылықты тиісті дәрежеде жасайсыз. Аш жүрген кезде сіз анау қиялданбайсыз, дүниеге қызығушылық болмай қалады. Осындай жаңағы жақсы нәрселерді бойыңызға сіңіріп алуға жеңіл. Нәпсіні жүгендеуге, нәпсінің жағдайы совсем не болады. Ал енді сіз тоқ жүрсеңіз не болады? Ана жақсы амалдар қиындай түседі де. Ал керісінше жаман привычкалар, жаман әдеттер тез саған қарай жақындай түседі. Артық бес, 1 килограмм болса салмақ. Ол деген сөз май. Ауамен обеспечить ету керек. Жүрегіңіз оны күнделіктің орындап сағаннан кейін артық веске ауа, кислород жеткізу керек, қан жеткізу, тамақтар жеткізу керек. Одан кейін ол зәр шығарады. Нормадан тыс жұмыс істейді. Бір күн жүрегің отырады. Күнде сіз қызыңызды или балаңызды көтеріп жүрген сияқтысыз ғой арқаңызға. Сіз аңғармайсыз, бірақ сен бәрібір нагрузка кетеді ол жүрегіңе. Артық қама. Бірте-бірте қоса бересіз, одан кейін жүрегіңіз отырады бір күн. Бір қарындасымыз өті толайын деп қалған, кейін осындай 10 күн ұстаған, барса ізі де жоқ дейді. Тап-таза өт. Мысалы үшін 100 жыл ма, саған 70 жазылды шекеңе. Энергиясын көп пайдаланып қойған адам, көп тамақ жеген адам, оның энергиясын болашақтан ала береді. Ағза мүшелері шаршай береді де, күн-түн жұмыс істеп. Сосын кейін 70-ке жетеді ол, бірақ сүйретіліп жетеді ше. А егер де мынандай аз тамақ жеп, көбінесе аш жүрген адам, ол 70-ке дейін достойно жетеді де, тықылдап тұрады. Сондықтан қазірден бастап, егер де тамақ аз жеуді жүйеге қойсаңыздар, ұтасыздар. Пайғамбар хадисі бар ғой жаңағы, ыдыстың ең жаман қарын. Мұқтаж болып барсаң толтыруға дейді, 3-тен 1-ін толтыр дейді, су, ауа және тамақ. Соғыспен тамақ уақытымен деген нәрсені кіргізіп жіберген, сол түсініктің құлы болып жүрміз де. Сосын кейін бүкіл күшіміз соған кетті. Енді жарайды, егер де ол бізге зиян болмаса, мен айтпай қоятын едім. Но зияны бар ғой. Бізде қазір мағлұмат тұр, барлығы бір суннан еңгеріп жатырмыз, пайғамбар сахабаның өмірлерін бәрін. Бірақ сол сияқты істей алмаймыз да, неге? Өйткенде уақытымен ұйықтай алмаймыз, жатамыз, көзіміз бақырайып. Оннан мына 2-ге дейінгі 4 сағатта ми реттелінеді, ертеңге дайындалады бәрін. Осы 4 сағатты жіберіп алсаң бітті одан кейін. Ертең кейін меңзең болып жүресің кешке дейін. Осы нәрсені неге істемеске? Бір жылда 360 күн бар. 360 күн жарайды өткізіп жатсың. 360 түнді қалай өткізіп жатсың мысалы? Құран оқығанда демалыс кезінде сіз мысалы үшін 3 сағат отыра аласыз ба тапжылмай? 1 сағат отыра алмауыңыз мүмкін. Құран оқу үшін, жаттау үшін, медреседе оқу керек деген осы біздің Орта Азияда түсінік қалыптасқан. Олай емес қой негізі. Мәселе сізге 24 сағат Алла тағала берген кезде содан 10 минут әрең бөліп соған еше міндетсіз жүрсеңіз, ол болмайды ғой. Сіз көп бөле аласыз. Оған бөлдірмей тұрған жаңағы тамақ. Құлшылыққа тамақ, еріну жаңағы, жұмыста жаңағы активный болмау бәріне тамақ. Яғни біз өмір сүре береміз ел қатарлы. Бірақ бізден батырлар шықпайды, ғалымдар шықпайды, еңбекқорлар шықпайды да. Осымен бүйтіп айту, ілім салынып, анаған қарағанда жақсымын ғой деп жүре береміз де. Пайғамбар өмірінен де білесіздер, тойып тамақ жемеген. Хадисте келеді ғой жаңағы Салман Фарсиге айтады, пайғамбар айтады, осы дүниедегі тойып жүргендер ана жерге барғанда аш болады, мына дүниедегі аш жүргендердің көбісі ана жерге барғанда тойып болады. Бұл жерде мағынасы яғни мұсылман адамның сипаты емес, постоянно тойып жүру. Ол артқа тартады. Сондықтан егер де біз қатарынан бір апта постоянно тойып жүрсек, ол бізге үлкен минус. Жаңаға дағдылануымыз керек. Орташа жеуге немесе аз жеуге. 10 күн деп тұрғаным, 10 күн бұл емделуге. А егер де дені сау десеміз, онда көріңіз енді күшіңіз, өзіңіз тексеріңіз де, сонда сіз жаңағы көресіз, әлсіз екеніңіз өзіңіз. Ауырып қалам деп қорқмаңыз. Наоборот, керісінше адам Алла тағала солай жаратқан, бірнеше уақытқа дейін аш жүре алады. Бір күн екі күн емес. Сіздер әрине бүйтіп қарамаңыздар. О, бір айдың ішінде 10 күн тамақ жеме деген. Қараңыз, бір жылда 360 күн бар. Мынауыңыз демалмай жұмыс істеп келе жатыр.
байқұс-ай, бір 10 күн деген не болған мысалы. Енді мұсылман адам осы дүниедегі бақытты жақсы үй, жақсы көлік, жақсы әйел немесе жақсы көрші дейді ғой. Осы нәрсе жеткілікті де, қалған күшін, білімін, өзінің иштихатын бәрін сауап жинауға жіберу керек те. Алла тағаланың ұнайтын амалдарын істеуге тырысу керек. Біз егерде нәпіл ораза ұстай алмасақ, жаңағы сіз 10 күн ашыққа немесе 5 күн ашып жүргеннен кейін сізге нәпіл ораза ұстау түк те болмай қалады. Өйткені кешке тамақ жейсіз, қыңқ етіп қиналмайсыз. Өйткені сіз тәрбиеленіп қаласыз да, кешке дейін аш жүріп, кешке су ғана ішу деген тиімді да жаңағы. Осы нәрсені бірінші ол істеуден бұрын сана сезімді, көзқарасты түзеу керек. Уақыт-уақытымен деген нәрсені алып тастасақ, мен қарным ашқанда жеймін, мынау ложный ішімде бар тамақ деп жүрсеңіз біраз, сол кезде сіз шынайы қарны ашуды сезінесіз. Мысалы жануарлар ауырған кезде тамақ жемей қояды, болды. Аңдар бәрі. Енді адам осы қарапайым нәрсені жоғалтып алғанда, өйткені бізге жаңағы дәрі жасап оны өту керек, оның кері әсері бар, қазір дәлелденіп жатса да оны ше береміз. Нәпсі қиналмайды ғой енді. Ауырдыңыз ба, тоқтат тамақты деген сөз ол. Тоқтат. Ағай сізді ми бәрі анамен әлек болып жатыр. Берме тамақ дейді. Сіз оның ішіне бересіз, үшеуісіне дәрілерді үйіп тастайсыз да. Сонымен сізде не, сбой компьютер болады. Одан сайын жаңағы ауырасыз. Бұл методиканың бір жақсы жері. Ет жеме, май жеме, қазы-қарта жеме, қымыз ішпе деп айтпайды. Егер де сен керектен көп жеп қойсаң, онда келесі обедті алыпса, кешке бір-ақ же. Ұзарт. Немесе жаңағы таңертең жемей, жұмысқа аш кел. Аштықтан қорықпау керек та. Мысалы африканецтер лай суды ішіп жатыр ғой. Неге ауырмайды? Иммунитет деген мықты да. Тоймайды ғой. Аш жүреді де әрдайым. Аш жүрген кезде мықты болады да. А тамақ регулярно жеген кезде әлсіз болады. Толық адамдар, олар энергиясы асылында көп адамдар болып есептелінеді екен де. Бірақ біз оны көптеген анаған содержать етіп тұр ғой ананы. Арақ адамдар олар энергиялары аз, и так та аз. Ол көп тамақ жеуге болмайды. Былайша айтқанда мысалы сіз жедіңіз, оны пайдаланбайсыз да, просто унитазға жібере саласыз, проводник, жібере береді. Босқа жедіңіз да, саған кішкене ғана бір күнгі суткіге мысалы үшін 5-6 құрма, бір су, маған қалмай жетеді. Сол первый, второй, компот, бірдеңе, сонымен кешке тағы жеп алыңыз. Тамаққа акцент болып кеткен. Қазір барлық нәрсе дастарханға толтырып қою, холодильник толтырып қою деген. Балалар таза ғой енді. Жегім келмейді десе, жемеу керек бітті. Біз отыр, же. Өзіміз үйретеміз да. Конечно, егер ол чипсимен немеңіз бүйет етіп тұрса, ол другой вопрос. Табиғи кеп жаңағы жегісі келмесе, немесе кішкене жеп болдым дейсіз, ол дұрыс. Мысалы, сіз бір шаруалар бітірсеңіз, обед ішпейін деп тұрсыз да, түсінік бар ғой мида, обед ішу керек деген. Сонымен бүйтіп қиыластырасыз да. Неге сізге ыңғайы келмей тұрған, ол Алла тағаланың мейірімі. Мына жақ демалсын, паниковать етпеу керек. Қазір ананы ішсең, анаған организмге сасиды. Шекке барып тұрады, шыққан шығады, шықпаған шықпайды. Негізінде енді былай болу керек қой. Сен туалетте көп отырмау керексің. Сен отырасың. Қайта-қайта бармау керексің. Сен барасың. Кекіру, нені былай қойып қой. Ондай нәрсе болмау керек қой. Жарайды, анда-санда. Но бірақ сенде әрдайым ол саған айып olur. Құлшылық екеуі үйлеспейді де. Сен күнде қанша калория жағасың, сонша же дейді де. Жерде. Артық жеп қойсаң, проблема жоқ. Біз келесі жиінде тұрған уақытын сол жіберіледі. Қазір біз қалыпты жағдайда болсақ, бізге сол понедельник, четверг оразаны үзбей, сонда біз суннаның ұлылығы енді. Енді ең жақсы ораза Дәуіт алейхиссаламдікі деді, дұрыс па? Bir күн. Бірақ оны біз шабамыз жетпейді ғой. Егер мүмкіндік болса, бір 10 күн ұстап алсаңыздар, бір жылда, немесе бір апта. Сосын понедельник, четвергпен ұстап алсаңыздар, ол жаңағы сіздердің құлшылыққа да, сабақ оқуға да, жұмысқа да нелеріңіз күшейеді. Кішкене ауқат жесең болды, күшейіп аласың. Айша анамыз айтқан, мұсылман үмметінде жаманшылықтың барлығы тоқшылықтан кейін басталды деп. Адам қатты тоқ жүрген кезде постоянно мысалы ұзағырақ. Міндетті түрде сен жаңағы шахауатың күшейеді, жаман нәрселерге кекетіп сөйлеу, мұқатып сөйлеу, ренжіте салу, вредный привычкалар жаңағы жақындай түседі саған. Омар Ибн өмірінде де бар ғой, жаңағы тойып тамақ жемей. Сахабалардың өмірін қарасаңыз, ислам алғаш кезінде жағдай бәрі нашар болды. Абу Хурайра қарны ашып жатты білеміз. Былай қарасаңыз, сынақ сияқты түскенмен, ол Алланың мейірімі. Өйткені ол жаңадан дін келе жатыр. Қаншама хадис, қаншама аят, оның бәрін адам миына сіңіріп алу үшін, жүрегіне қабылдау үшін, ол міндетті түрде жаңағы өте көп энергия керек те. Организм дайын болу керек. Қорқақтықты қалыптастырған миымызға. Сен тамақ ішпесең, аш жүрсең, біттің деген нәрсені қолдан қойған. Гастрит боласың, ойбай, язва желудка болады. Егер де тамақ жемесеңіз, сол бөлінбейді. Ол команда ғой барлығы. Бірақ енді әрине, начальник сол бөлінуге сіз енді холодильник толтырып қойып бүйтіп, ашып жанынан бүйтіп деп кетіп қалу қиын ғой. Сіз алмаңыз ештеңе. Соған семьяңызды үйретіңіз. Африкада жаңа жаттап жатыр ғой бәрін. Мавританияның порцияларын сол жақта оқыған жігіт айтады. Мынандай күрішті бүйтіп, мына бізде мороженое жейді ғой, шарик дейді ғой сондай. Сонымен бүйтіп тұқ етіп бір тәрелкеге аппақ күрішті береді, болды, норма. Белгілі бір дәрежеге жеткен кезде, хадистер біраз жаттаған кезде екі шарик береді. Екі шарик
жеткен жігіт айтады жей алмайсың ғой дейді, бір шариктан тойып кетесің дейді. Мысалы үшін сіз 10 күн ұстап жүрсіз, 5-ші күні сізді қонаққа шақырды, сіз бұза беріңіз, ол жерде проблема жоқ, қатқан нәрсе жоқ. Бірақ ертеңінде сіз бастап кеттіңіз қайтадан, мүмкіндік болса жаңағы тамақты аз жеңіздер. Әрине жаңағы ол жерде резко қимылдар жасамау керек. Мысалы сіз 4-ші күні аш жүрсеңіз, кішкене басыңыз айналуы мүмкін. Ол сен токсиндер шығып жатыр да. Нью-Йорктың атақты ғалымы бар, сол өзінің халқына арнап жазған Америкада. Нью-Йоркта дейді, күніне бәленбай токсин адамға кіреді дейді. Оларға аптасына 2-3 рет күн аш жүру парыз дейді де, негізінде дейді. Токсиндер бар ғой, жаңағы сырттан кірген машине, әртүрлі техникадан улар кіреді, улар. Сол шығу үшін просто аш жүрсеңіз болды, шығып кетеді. Мәйіт жуып көрдіңіздер ме? Өлген адам өлген 2 сағаттан кейін ішінде құрттар, паразиттер шыға бастайды. Денені босатады. Сол секілді сіз аш болған кезде токсиндер шығады да, улар. Одан кейін артық тамақты жағып жеңіз, асқазаныңыз тап-таза болып тұрсын, ішегіңіз тап-таза болып тұрсын, емделіп алыңыз, қарныңыз кетсін, мына жақта етіңіз кетсін барлығы. Өткенде бір адам жүрді 10-15 аурудың диагнозын. Ұстай бастаған бірінен кейін бір жазылып жатыр да. Енді әрине жаңағы мысалы хронический болса кішкене қосымша врачпен жұмыс істейді, олар совет береді жаңағы. Бірақ о баста енді жазылғанда ол бітті, соған қандай ауру екен агенті өзі біледі, қандай удар беру екен де біледі. Осы сіз бүйтіп күресіп жатқан кезде мына жақтан тамақ тастай саласыз, сонымен общем, былай қарай кетіп қалады, анауға жайнап қалады. Адам ауырған кезде аузың тый дейді, болды. Өзің жазып шығасың. Бәрі Алла тағала беріп қойғанда программа дайын тұр. Бірақ сіз мүмкіндік бермейсіз де қол істеуіне жасанды түрде. У них еда-то есть или нет? Ты не видел? Еда в коробке. Они всегда таскают еду с собой. Мы едим, чтобы жить, а они живут, чтобы есть. Я сейчас покажу, что имею в виду. Человеческий род они называют хавалка. Отдельного человека они называют фрукт. Это устройство для призывания еды. Это один из многих голосов еды. Это портал для передачи еды. Это одно из приспособлений для транспортировки еды. Люди забирают еду, носят еду, возят еду, ездят на еде, одеваются в еду. Это греет еду, это охлаждает еду, это... Я сам не знаю, что это такое. Ха! Вот она что! Еда! Это такой алтарь для поклонения еде. Это то, что они едят, когда переели. Это чтобы растрястись и съесть еще больше. Еда, 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 еда! И что? Думаете, им хватает? Стоит раз им укусить, их нельзя остановить. А что же они делают с тем, что не могут съесть? Кладут вот в такие блестящие баки. Осы жерден түсінетіміз енді. Қазір біз наслаждение үшін жеп жатырмыз ғой. Соны түсіну керек те. Ас адамның арқауы деген күшті сөз, бірақ бізге айтылмаған да ол. Арқауын асып кеттік те біз. Ләззат үшін жеп жатырмыз да, ләззаттан жеп жатырмыз. Егер де шынымен де мысалы бір үйге барған кезде қатып қалған нан, соның 1-2 жаңағы суға піскен тамақ қойса, сіз жемеуіңіз мүмкін. Ауыз тиіп кішкене бет. Өйткені сіз шын мәнінде аш емессіз да. Біздің күнделікті үйдегі табағымыз бұрын тойда ғана болатын болғанда, қазір күнде үйде бар. Егер де олда зияны жоқ болса, шынымен де, онда талас жоқ. Бірақ қазір біздің ол құлшылығымызға кері әсерін тигізіп жатыр да. Кітаптағы мұсылманның сипаты бөліп, біз енді оны энергиямыз жетпей жатыр да істеуге. Сондықтан да бізде бала шағамызда үйде Құран оқылу барлығы артта. Тоқ жүрген адам қиялдана береді. Аш болған кезде сіз кез келген нәрсеге тура қарайсыз да. Өйткені сіз әлсіз екеніңізді түсінесіз. Істеп қалайын дейсіз. Жанталасасыз кішкене жақсы нәрселерге. Мәселе ол танып кеткен шығында емес. Мәселен мына жерді құртып жатырмыз да. Күндіз-түні жұмыс ете береміз да. Совет береді ғалымдар. Осы соңғы қарным ашты деген кезде дейді, оны бүйтіп алдандырып жіберу керек дейді де. Бала 2 рет, 3-ші рет айтқан кезде ғана беру керек дейді. Үйренгеннен кейін ол жегісі келген кезде жейді. Нарушение жемейді де. Біз енді студент кезінен бүйтіп бұзып жүрдік қой біз. Біз қазір бұзылған, бәрімізге бұзылған. Жасанды жаңағы сигналдар келеді де. Оны жаңағы тәрбиелеп алу үшін 10 күн ұстасақ болады. Ұстай алмаймыз, жоқ, әлсіз десек, онда азайтайық. Күніне бірле таңертең ішпегеніңіздерде түсте ішіңіз, аз ішіңіз. Bir қыз толып қалған өті. Сөйтіп 10 күн ұстайды, барады тап-таза. Ізде қалмаған. Толық адамдар шыдаса 16 сағат. Одан кейін мына жақтан запастан ала бастайды. Сигнал келеді де мида, білде түспейді тамақ. Ана жақтан алыңдар. Жақын туысқанымды білем, күнде 1 килограмм түседі, 2 айда 24 килограмм түседі. 20-40 дейін деген москвич болған баяғыда. Бұзыла береді. Неге? Моторы москвичтікі, а кузовы иномарканікі дәу да. Ауыр ғой енді. Вроде жүре береді, бірақ қиналып жүреді енді. Сына береді де. Сол жақыл сіз жүрегіңіз, видеоңыз бәрі сіздің бесіңізге арналғанда, бірақ сіз 10 килограмм, 20 килограмм қосып алдыңыз ғой. Күнде де енді екіқабат әйелдер сияқтысыз. Екіқабат әйелдер 9 айдан туады айтам. Сіз тумайсыз, сөмкет. Әйелдердің несі қараңыз. Басқаша. Ет, май, тері. Сосын олар мына массажбен, бір роликтермен ұрып кетіре алады нелерін. А біздікі керісінше май, сосын ет.
сосын тері. Оны оңайшылықпен кетіре алмайсыз. Сіздің денеңіз сау болу керек те, құлшылық сапалы болу үшін. Қай жеріңіз ауырады, 2 күннен кейін сол жеріңізді ысылдайды. Егер сізде ревматизм болса, аяғыңызды ысылдайды. Егер грыжа болса, беліңіз ауырады. Қақсағанда разницасы бар. Умеренно ауырады да. Мысалы үшін ауырады. Топ ете алмайсыз ғой, бүйтіп кішкене шыдайтындай ауырады да. Сіз білесіз де, что мына жерде емделіп жатыр да өзі. Шаймен ішкеннен кейін тамақ көп ішіп қоясыз. Егер шай ішпесіз, ақырындап ішсеңіз, сіз кішкене сезуіңіз мүмкін тойғаныңызды. Организм жаңағы қалғаннан тазалаған сөз 2 күн өтеді. 2 күннен кейін жаңағы тазаланады. Одан кейін жаңағы емделу басталады. Егер де сіз 1 күн шыдап, соңына келгенде бірдеңе жеп қойсаңыз, оны тағы тосу керек болады да. Білесіз ғой, мысалы 1-2 күн бауырыңыз ауырды, сосын қойды. Сосын арқаңыз ауырып бастады. Сосын бір жеріңіз ауырып бастады. Енді емделгеніңіз жақсы емес пе? Егер мысалы сіз кешке дейін аш болдыңыз ғой, қиыным болса, бір помидор рұқсат етеді да. Жемеген жақсы. Калория емес қой. Егер сіз бір кусок нан жеп қойсаңыз, бір сухарик, кирешки, ол уже питание, ана тоқтап қалады да не, емделу. Сіз ұстай бастаған кезде артық вес көп кете бастайды. А кейін өзіңізге келген кезде ол жылжымай отырып қалады, түсіндіңіз бе? Мысалы сіз 70-тен 65-ке түстіңіз бе, одан кейін сіз ол тұрып қалады ол. Жеміс жидек бар, ет, қаз алдыңыз, жеп жатсыз, бірақ қоспайсыз мысалы. 4-ке кетіп жатыр ғой былайша. Соны ұстап қалу үшін 10 күн ұстасаңыз, сосын организм өзі ұстайтындай болады да. 10 күннен кейін сіз кішкене жеген кезде сразу салмаққа кетеді. Мүмкіндік болса, жылына бір рет ұстасаңыз 10 күн. Сосын понедельник, четверг күні ұстап жатсаңыз, сонда сіз ауырмайсыз. Көп тамақ жегенде біз зиян келтіреміз өзімізге. Құлшылық жағынан да, денсаулық жағынан да. Соны түсінейік те. Мен танитын бір 20 шақты адам уже емделіп алды осымен. Тастай қылып. Давление деген өз кетіп қалады. Жаңағы изжога, асқазан гастрит кетіп қалады. Хронический аурулардың бәрі кетіп қалады. Рахат қой. Неге оны қолдан басқа? Детально келсек, сізге тамақ не үшін керек? Кішкене күш жинап алып, құлшылық істеу үшін. Солай ғой. Ләззат үшін емес қой енді. Сонда сізге энергия болса болды ғой. А сіз оны главный қылып алған кезде сіз оны әдемілейсіз, ләззаттану үшін, оның тұз жоқ екен, бұрыш жоқ, әкелші аштың деп. Соған кішкене болса да бүйтіп ләззаттанасыз да. Осы нәрсе шектен тыс дамып кетіп жатыр да. Соны егер де біз кішкене тыйсақ, мұсылманшылықтың бір сипаты болатын еді деп ойлаймын да. Сол кезде сіз қандай бір қиыншылық келсе де қыңқ етпейсіз. Адам егер де бастасаңыздар, ол Аллах сәтін келтіреді. Сіз үйге барған кезде тамақ дайын болмаса, сіз әйеліңізге айғайлап жібересіз, ұрсып жібересіз. Өйткені ол маңызды болып кеткен де. Ол негізінде оған тұрмайды. Бірақ сізде қалыптасып кетті, оны не дейсіз? Үйсі осымен кете берсе, бір күні ол шегіне жетеді де. Жалпы бір мұсылмандардың кемшілігі, өзімде кемшілігімді білемін. Өйткені Құранда сипаттады бірнеше. Сол сипаттардың бәрін бойға жинау үшін міндетті түрде жаңағы энергия керек, күш керек, талпыныс керек. Ол үшін бір жақты азайту керек. Мына жерде азайту керек. Сөздің қысқасы, жігіттер, көп тамақ жейміз. Соны азайту керек. Осыны азайтсақ, көп әңгіме де тоқтайды. Лишний біреуге қызғану, лишний жаман ойлау, барлығы кішкене осыған байланысты тұр да. Осы тоқшылық сен жаңағы шахауатын күшейтіп тұр да. Қарның аштырып кішкене тәрбиелейік өзімізді.